Салим, достар! Эфирде «Спорим, ты знаешь казахским». С вами я, Маджан Кенжетайгызы. Ведь казахский язык повсюду. В школах, на работе, в транспорте, на улицах и, конечно же, в магазинах. Ал дәл қазір біз қаламыздың ірі сауда орталықтарының біріндегі қарапайым халықтың қазақ тілінде сөйлей алатындығына куә боламыз. Задать несколько вопросов. Знаете казахский? Понимаю, но не говорю. Давайте спорим, вы знаете казахский язык. Я спорить не буду, я понимаю, но не говорю. Например, как вы покупаете, например, хлеб в магазине? Можете это на казахском сказать? Нет, не так, сейчас я скажу. Да, давайте тогда ключевые слова. Хлеб. Нан, беренесши. Керемет, супер, в общем, спасибо большое. Так, давайте тогда про молоко попробуем. Ну, то же самое, только суд. Полное предложение. Маған бір суд беренесши. Рахмет, спасибо за участие. Ага. Меня зовут Эмаджан, Минатум Эмаджан. Как вас зовут? Семен. Можете на казахском? Вы умеете говорить на казахском? Немного. Можете на казахском? Меня надо Семен. Мы снимаем социальный проект, называется «Поспорим, ты знаешь казахский язык». Мы хотим показать, чтобы даже если вы думаете, не умеете говорить на казахском языке, то вполне возможно вы ошибаетесь и на самом деле знаете чуть-чуть хотя бы казахский язык. Совсем немного. Давайте попробуем. Сколько вам лет? Сіздің жасыңыз қаншада? 22. Менің жасым 22 бір. Давайте еще раз. Угу. Менің жасым 22. Классно. Чем вы увлекаетесь? На заводе работаю. Мен зауытта жұмыс істейді. Где вы изучали казахский язык? Зауытта. В заводе? А что за курсы? Мы на работе проходим специальное обучение по изучению государственного языка. А вы сможете ли в магазине купить какой-нибудь продукт? Я Арине. Что вы там покупаете? Нан, суд. Все. Спасибо. Здравствуйте, сәлеметсіз бе? Как вас зовут? Менің атым Светлана. Прекрасно. Откуда вы знаете казахский язык? Мен осы Қазақстанда туып өстім. Сізде клиенттер көбінесе қазақша ет сұрай ма? Иә, әрине. Сіз оған қазақша жауап бересіз, иә? Иә, қазақша жауап беремін. Қазақша сұрақ қоятындар көбінесе қазақтар ма, әлде өзге ұлттар ма? Жоқ, әртүрлі кісі. Қазақтар да болады, орыстар да сөйлейді қазақша, келіп сұрайды. Қандай бағамен сатасыз деп, мен қазақша жауап беремін. Керемет. Біздің мақсатымыз, мысалы, қазақ тіл барлығы дерлік қазақ тілінде еркін сөйлей алатын, тым болмаса сөйлеу деңгейде білетіндігін көрсету, иә? Сіз қалай ойлайсыз, осындай қазақ тілін дамыту, барлығы қазақ тілінде сөйлеу үшін не қажет деп ойлайсыз? Ну, ойлаймын, бітті кезінен, мысалы, мектепке беру керек, орыс болса да, қазақ тілін білу керек енді, Қазақстанда тұрғасын, солай ойлаймын енді өзім. Ал үлкен адамдарға, мысалға, үлкен ер азаматтарға қазақ тілін үйрену үшін қандай бір бағдарламалар керек шығар бәлкім? Мүмкін, мен ойлаймын, телевидение бар ғой, анда үйретіп жатады ғой. Қазақ тілін, орыс тілін қазақша аударып, оны тоже қараймыз. Әрине. Сіздің отбасыңызда барлығы қазақша сөйлей ма? Әрине. Барлығымыз, ағаларым көп, апаларым көп. Барлығы қазақша сөйлейді. Иә, балалар да сөйлейді. Рахмет сізге көптен көп. Енді көрермендерге жақсы бір қазақша тілек айтсаңыз. Ну, қандай тілек айтайын енді? Бүкіл адамдарға тілеймін, тек қана денсаулық, ашық аспан, осы дүниеде тыныштық болсын деймін. Рахмет сізге. Сізге рахмет көптен көп. Қатысқаныңызға осылай қазақ тілін дәріптеп жүре беріңіз. Рахмет, бүкіл рахмет. Рахмет сізге.